Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және қонақтары, Шымкент қаласында эпидемиологиялық жағдай алаңдатушылық туғызып жатыр. Қазір таңда жыл басынан бері 200-ден аса адам коронавирус індетін жұқтыруда, пневмония одан көп. Сол үшін қазір біз жұмысты күшейтіп жатырмыз. Егер слайдқа қарайтын болсаңыздар, бізде қала аумағындағы ошақтардың бәрін орналасу белгілі. Аудандар бойынша қанша адам қай жерде ауырып жатқан. Бұлар бойынша бізде қазір бұл контактіде болған адамдар, яғни байланыста болған 1000-нан аса адам бар. Осы коронавирус індетін жұқтырған адамдармен байланыста болған 1000-нан аса адамның әр мекен жайы анықталды. Олар бойынша емханалар жұмыс жасап жатыр қазір. Емханалар күніне 2 рет звондайды. Егер сол контактіде болған адам үйінде болмаған жағдайда, ол видеозвонокпен бақылау мүмкін, немесе басқа да әдістермен білгенде біз дереу арада учаскалық полицияға хабарлама береміз, үйге келіп акт толтырылады. Одан кейін құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, және де екінші мәселе бұл мониторинг топ. Бүгіннен бастап қала аумағында кешкі уақытта тойханаларда, кафелерде немесе басқа да адам көп шоғырланатын жерлерді көрсеңіздер, міндетті түрде 102-ге хабарлассаңыздар болады. Бізде мониторинг топ бүгіннен бастап күшейтіп жатыр. Олар келіп, айыппұл салып, хаттама толтырылады. Құрметті достар, эпидемиологиялық жағдай ахуалына байланысты мінекей осы коронавирусты жеңу үшін бәріміз жұмыла көмек көрсетуіміз керек.